Жылдам ақпараттар естуді жалғастырамыз. Барша қазақ елі көрсін, білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум, армағазақ, арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін басыңыз. Доллар бағамы арзандады. Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,16 теңгеге арзандап 537,84 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы 539,56 теңге деп хабарлайды Akşamnews.kz. Курс.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппенен 537,46 теңгеден сатып алынады, 539,52 теңгеден сатылады. Евро 625,34, 629,39 теңге, ал рубль 6,71, 6,83 теңге аралығында саудаланады. Ал юан 76,10 теңгеден сатып алынады, 78,61 теңгеден сатылады. Елорданың ақша айырбастау орындарында доллар 536,43 теңгеден сатып алынады, 542,44 теңгеден сатылады. Евро сатып алу 624,54 теңгеден сату 632,59 теңге. Рубль сатып алу 6,65 теңге, сату 6,80 теңге. Юан сатып алу 76,1 теңге, сату 79,88 теңге. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар, және де осыған ұқсас өзге де ақпараттар сіз үшін қызықты болса, арнамызға жазылып, лайк түймесін басыңыз.